Ассаламу алейкум баршаға, менің көрермендерім. Бүгін мен Әйгерім. Бүгін сіздерге осындай керемет, оңай, дәмді, ерекше болып жасалатын балды торттың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен менің каналыма жазылып, колокольчикті баса кетіңіздер. Сонда менің әрбір салған видеомды ең бірінші болып көріп отыратын боласыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар, және де қандай рецепт керек болса комментарияға жаза кетіңіздер. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды салып, үстіне құмшекерімізді салып, венчикпен немесе миксермен жақсылап құмшекеріміз әппақ болғанша араластыратын боламыз. Бұл тортты менің балаларым өтініш жасады, өте сүйіп жейді, және де қиын емес, балды ерітіп, күйдіру шарт емес, өте оңай. Енді осылай әппақ болғаннан кейін үстіне ерітілген 100 грамм сары майымызды салып, тағы да біркелкі етіп араластырып шығатын боламыз. Өте оңай, өте уақытқа да үнемді, міндетті түрде жасаңыздар. Енді осының үстіне кәдімгі дүкеннің балын алып, бұны да салып толықтай тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Енді бізге ұн қажет. Ұнымыздың үстіне қопсытқышымызды салып, бір пакетик осыны 3-ке бөліп, аз-аздан електен өткізіп салатын боламыз. Бірден салып жіберуге болмайды. Дәл осылай видеодағыдай жасаңыздар, өте керемет болып шығады. Бізде осындай масса болуы қажет. Міне дайын. Бізге енді пергамент қағазды тапамыздың үстіне қойып, оған сары майымызды жағып, осыны 2-ге бөліп салып алатын боламыз. Менде үлкен тапа, сіздерде қандай тапа болады, сала бересіздер. Осылай жұқалап салып, 2-ге бөліп алдым. Енді осыны 180 градуста ысып тұрған пешке салып, пісіріп алатын боламыз. Өте тез піседі. Оға дейін біз кремін жасайтын боламыз. Менде шоколадты сары май және де кәдімгі ақ сары майды екеуін ертіп алдым. Қатты ертпейсіздер, осылай жұмсақ болуы керек. Оның үстіне сгущенкамызды салып, жақсылап біркелкі етіп араластырып алатын боламыз. Біздегі бұл крем өте ерекшелігі, шоколадты сары майымыз өте ерекше дәм береді, және де өте дәмді, біздің балды тортымызға өте керемет үйлесімді болып кетеді. Міне біздің креміміз дайын. Енді біздің қожықтарымыз пісті. Қарап отырасыздар, бұл өте жылдам піседі, күйіп кетпеу шарт. Мен осыны 4-ке бөліп алдым. Енді осыны 4-4-тен менен 8-7 бөлік шықты. Дәл осылай кремімізді бірінің үстіне бірін жағып, дәл осылай жасай бересіздер. Барлығын осылай жасап болғаннан кейін шет-шетін түзелеп кесіп алған қожықтарымызды үстіне майдалап сеуіп шығатын боламыз. Біздің тортымыз дайын. Міне өте керемет, өте жұмсақ, әдемі, ерекше болып шықты. Сіздермен болған Әйгерім. Ойларыңызды комментарияға жаза кетіңіздер. Мен үшін өте маңызды. Хош, сау болыңыздар.